7 сынып физика башарулы кітабынан 90 беттегі 3-7 жаттығудың 3 есебін шығаратын боламыз. Бірінші есеп, денеге бір түзудің бойымен бір бағытта 3 күш әрекет етеді дейді. F1 50 ньютон, F2 100 ньютон, F3 150 ньютон. Олардың тең әрекет күші неге тең дейді. Енді қараңыздар, міне суретін сақ қойдым. Мынау бір дене төрт бұрышты, и оған F1, F2, F3 бір бағытта әрекет етіп тұр, және де бір түзудің бойымен. Енді бізге табу керек олардың тең әрекетті күшін. Тең әрекетті күшін табатын болсақ, если үш күш бір-бірімен бағыттас болса, онда осыларды қосасыңдар. F1 қосу, F2 қосу, F3. Енді жазайық. 50 қосу 100 қосу 150. Бұл тең болады 300 ньютон. Жауабы тең әрекетті күші 300 ньютон болады екен. Келесі. Дененің қандай да бір нүктесіне әрекет ететін күштердің шамасы модулі бойынша 3 ньютон және 5 ньютон. Неліктен олардың тең әрекетті күші 8 ньютон немесе 2 ньютон болуы мүмкін екенін түсіндіріңдер дейді. Енді бірінші жағдайда бізге айтқан олардың тең әрекетті күші 8 ньютон. Яғни F1, F2 күштердің. Олар қай кезде 8 ньютон болады? Жаңа айттым. Егер екі күш денеге бағыттас әсер етсе қосамыз дедім. Если F1 тең болады F1 мен F2-ның қосындысына ғой. Бірінші жағдайда екеуі себебі бір-біріне бағыттас. Енді қосайықшы. 3 қосу 5 8 ньютон. Яғни екі күш бір денеге бағыттас әрекет етсе, онда 8 ньютон. Біріншісін дәлелдедік. Енді екінші жағдайда тең әрекетті күші 2 ньютон болады. Ол қай кезде? F1. Қараңыздар, қайсысы үлкен? F2 үлкен ба, F1 үлкен ба? Әрине F2 үлкен ғой. Значит, F2-ден азайтамын F1-ді. Яғни шамасы үлкен күштен шамасы кішкентай күшті азайтасыңдар. Значит, F1 тең болады. F2 деп отқаным 5, азайтылған 3 тең 2 ньютон. Тең әрекетті күші 2 ньютон. Дәлелдедік па? Міне, 2 ньютон қай кезде болады екен? Егер екі күш бір-біріне қарама-қарсы әрекет етсе. Келесі. 3-32 суретте көрсетілген білеушіге әрекет ететін екі күштің шамалары мен бағыттары бойынша олардың тең әрекетті күшін анықтаңдар. Тең әрекетті күшті қай жаққа қарай бағытталғанын түсіндіріңдер дейді. Енді қараңыздар. А жағдайында бізде денеге қандай күш әсер етіп жатыр? 10 ньютон және де 10 ньютон. Екеуінің бағытын қараңыздар. Мынау мына жаққа қарай, мынау тоже осы жаққа қарай. Значит, екі күш бағыттас қой. Бағыттас болса, бір-бірін қосасыздар. F1 қосу F2. Значит, 10-ға қосасыздар 10-ды, онда олардың тең әрекетті күші 20 ньютон. Және де мына дене қай жаққа қарай бағытталды? Әрине 10-ға қарай. Себебі екі күшті 10-ға қарай әсер етіп жатыр. Жауап 10-ға қарай. Келесі, әсі. Міне, мына жақтан 3 ньютон күш түсіріледі, және де 8 ньютон оған қарама-қарсы түсіріліп тұр. Енді олардың тең әрекетті күшін табу үшін F2 минус F1 болады. Яғни 8-ден азайтасыңдар 3-ті 5 ньютон болады. Және де енді қараңыздар, мынау 3 ньютон жақпен қозғалыс бола ма? Жоқ, 8 ньютон жақпен қозғалыс бола ма? Әрине, күші қай жақта көп? Дене сол жаққа қарай қозғалады. Яғни 8 ньютон күш 3 ньютон күштен көп қой. Значит, дене солға қарай қозғалады. Және де тең әрекетті күштің бағыты да солға қарай. В-сы, енді қараңыздар, бір денеге мына бағытта 20 ньютон, мына бағытта 50 ньютон күш әсер етеді. Екеуі қарап тұрсаңыздар, бір-біріне қарама-қарсы. Енді тең әрекетті күш табу үшін әрине үлкеннен кішіні азайтасыңдар. Үлкені 50 ньютон, кішісі 20 ньютон. Значит, F2 минус F1 болады. Сонда 50 азайтылған 20 тең 30 ньютон болады. Және де жаңа айттым, қай жақтағы күштер көп, тең әрекетті күшті сол жаққа қарай бағытталады, және дененің қозғалысы да сол жаққа қарай бағытталады. 50 ньютон күш көп па, значит, дене 10-ға қарай бағытталады. Тең әрекетті күші да 10-ға қарай. Келесі В-сы. Міне денеге мына екі күш бір бағытта әсер етеді. Қарасаңыздар, мына жақтан былай, мынау жақтан былай. Екі күш бір бағытта. Бір бағытта болса, тең әрекетті күшін табу үшін просто так қосасыңдар. F1 плюс F2 болады. Значит, 5 қосу 15, ол деген сөз 20 ньютон. Тең әрекетті күші 20 ньютон. Қай жаққа қарай бағытталады? Тең әрекетті күші және дененің қозғалысы екі күш бір бағытта болғандықтан, значит, солға қарай. Екеуі де солға қарай әсер етеді күштер.
Жауап осымен есеп аяқталды.